Мен Ахметова Тоғжан Айдарқызы, жас маманмын, еңбек өтілім 4 жыл. Екінші санатты бастауыш сынып мұғалімі болып, Үшарал қазақ гимназиясында еңбек етіп келемін. Ұстаздық бұл өмірдегі ең жақсы, ең адал, ең жауапты, қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін мамандықтардың бірі. Ұстаз әрқашанда іздену үстінде болу керек. Жаңашыл ұстаз бүгінгі заман талабы. Мен жаңашыл ұстаз ретінде жаңартылған білім бойынша курстар оқып, білімді үнемі жетілдіріп отырдым. Осы еңбек жолымда халықаралық, республикалық, облыстық, аудандық жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан деп Ұлы Абай айтқандай, мұғалім тәрбиесі мен өнегесі оқушының болашақ азығы. Мен сабағымда оқытудың белсенді әдіс-тәсілдерін тиімді қолданып, оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттырдым. Әр тапсырманың соңында оқушыларға кері байланыс беру арқылы қалыптастырушы бағалауды тиімді жүргіздім. Критериалды бағалау арқылы оқушылардың білімін нақты бағаланып отырды. Осының нәтижесінде менің сыныбымның білім сапасы 85% көрсетіп отыр. Оқушыларым да түрлі байқауларға қатысып, республикалық халықаралық байқаулар жүлдегері атанды. Қазіргі таңда мұғалім білікті әрі шебер, ұшқыр ойлы, қабілетті ізденімпаз болуы керек. Мен әрдайым тәлімгерлер сабағына қатысып, тәлімгермен тығыз жұмыс жасадым. Түрлі семинарларға, облыстық жас мамандар форумына қатысып, мол тәжірибе жинақтадым. Мәңгілік елдің болашағы білімді, сауатты, саналы ұрпақ дейтін болсақ, бәсекеге қабілетті, функционалдық сауатты, шығармашылығы дамыған, өз ойын дәлелдей алатын, өзін-өзі дамытатын, жан-жақты тұлға қалыптастыру бұл менің басты міндетім деп білемін.